Саламатсыздар ма оқушылар? Оқулықтағы 29-та 8-ші есеп. Біріншісі, мына өрнекті есептеп мәнін табуымыз керек. Тангенс 1 градус, тангенс 5 градус, тангенс 9 градус, тағы сол сияқты тангенс 85, тангенс 89 градус. Енді осы өрнектің мәнін табайық. Бұл жерде енді былай келтіру формуласын қолданамыз. Тангенс 89 градусты бірінші есептеп алсам, ол дегеніміз 90 градус азайтылған 1 градус, 90-дан 1 алсам 89. Енді 90 алынған 1 дегеніміз бұл бірінші рет, тангенс бірінші ретте таңбасы оң, атау өзгеріп кетеді, сондықтан бұл котангенс 1 градусты береді. Сол сияқты тангенс 85 градуста сондай. Ол дегеніміз тангенс 90 азайтылған 5 градус. Ол дегеніміз котангенс 5 градус. Тағы сол сияқты 9 градуста солай жазады. Сонда мына үстіндегі формула бойынша бізде былай тангенс 1 градус пен котангенс 1 градустың көбейтіндісі бізде 1-ге тең. Мынау мен мынаның көбейтіндісі 1-ге тең, мына екеуінің көбейтіндісі 1-ге тең. Олай болса, мына өрнектің мәні бізде 1-ге тең болады екен. Енді осыған қарап отырып, мына екіншісін өз беттерімен шығарып көріңдер. Ары қарай. Енді 29-да 9-ші есеп. Мына жерде мынау синус x-тің мәні 0,128-ге тең болса, онда синус x бөлінген 2 қосылған косинус x бөлінген 2 өрнегінің мәнін табу керек. Мына үстіндегі формула бойынша мына синус x дегеніміз ол 2 синус x бөлінген 2 көбейтілген косинус x бөлінген 2-ге тең болады. Синус x-тің мәні мынаған тең. Ол тең болады 0,121-ге тең. Енді ары қарай енді мына өрнекті ықшамдайық. Синус x бөлінген 2 қосылған косинус x бөлінген 2-ні екі жағын квадраттап жіберсек, яғни синус x бөлінген 2 қосылған косинус x бөлінген 2-ні квадраттайық. Онда мына қысқаша көбейту формуласы бойынша бірінші өрнектің квадраты плюс 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадратына тең. Енді бізде синус квадрат x пен косинус квадрат x бөлінген 2 көбейтіндісі бізде 1-ге тең. Сондықтан ол 1 қосылған, мынаның мәні бізде мынаған тең. 0,21-ге тең, 121-ге тең. Сондықтан ол 1,121-ге тең болады. Сонда мына өрнектің мәні 1,121-ге тең болады екен. Ары қарай келесі мына өрнек, ары қарай екіншісіне шығарып көрсетейін. Енді мына жерде мына қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жағын квадраттап жіберейік. Жағын квадраттайық. Сонда банағы қысқаша көбейту формуласы бойынша бірінші өрнектің квадраты плюс 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадратына тең. Енді 4-ді квадраттан 4 жойылады, 0,4-ге тең болады. Енді бізде мынау мен мынаның көбейтіндісі 1-ге тең. 1 плюс 2 синус x бөлінген 2 косинус x бөлінген 2 алдыңғы есепте бұл синус x-ға тең болды. Синус x-ға тең болады. Тең болады 0,4-ге тең. Ары қарай мынадан синус x-ті табу үшін 0,4-тен азайтам 1-ді. Сонда синус x-тің мәні минус 0,6-ға тең. Бізде енді тангенс x табу керек қой. Тангенс бізде синустың косинусқа қатынасына тең. Осыдан енді косинус табу алуымыз керек. Косинус x дегеніміз ол 1 минус синус квадрат x. Орнына келіп қойын. 1 минус синустың орнына 0,6 минус 0,6 квадраты есептесем, 0,36, 1-ден азайтқан 0,64, оның түбі 0,8-ге тең. Енді мына жерге орнына келіп қойын. Тангенс x дегеніміз синустың косинусқа қатынасы. Синус дегеніміз бізде минус 0,6, косинус 0,8. Минус 8-ден 6 деп алсам, қысқартам 4-ке, сонда минус 4. Қысқартам 2-ке, сонда минус 4-тен 3-ге тең. Сонда тангенс x-тің мәні минус 4-тен 3-ге тең. Осыған қарап отырып, енді осы есептің 3-4-шісін өз беттерімен шығарып көріңдер.